Орео пирогын дайындаймыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға какао ұнтағын және разрыхителді қосып, қолымызбен бір араластырып жібереміз. Әрі қарай ұнның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолымызбен крошка жасап бір шетке қоя тұрамыз. Бөлек ыдыста құмшекердің үстіне саруымызды және де суды қосып, қасықпен араластырып аламыз. Жұмыртқалы массаны ұнның үстіне құйып, жұмсақ шоколадты песочный тесто илетін боламыз. Мінекей бізде осындай песочный тесто шығады. Тестамызды алып, бірден формамызға жайғастырып, шеттерін бортик жасап шығамыз. Қамырымызды начинкасын дайындап алғанша холодильникке қоя тұрамыз. Пирогтың начинкасы үшін бізге творог қажет. Менде домашний творог, осының үстіне қойытылған сүтімізді және де ұнымызды қосып, блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап езіп аламыз. Мінекей езіп алған творогымыз осындай болып шығады. Бұны бір шетке қоя тұрып, әрі қарай меренгамызды дайындап аламыз. Құрғақ таза ыдысымызға 2 дана белокты құйып, миксердің көмегімен бірінші өзін араластырып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай белогымыз біршама көпіріп бастаған кезде шетінен қантымызды құйып отырып, араластыруды жалғастыра береміз. Мінекей бізде осындай әппақ воздушный меренга шығу керек. Осы меренгамызды әрі қарай творогымызбен араластыратын боламыз. Меренганы творогпен араластырғанда барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Бірінші 1-2 қасығын салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қалған барлық меренгаларымызды қосып, төменнен жоғары қарай бір бағытта араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде воздушный творожный масса шығады. Әрі қарай осы массамыздың үстіне Орео печеньесінің 5 данасын қолымызбен бөліп қосып шығамыз. Холодильниктен тестамызды шығарып, дайын болған начинкамызды салып, бетін тегістеп, қызып тұрған пеште
пирогымызды пісіріп аламыз. Мінекей оре пирогымыз дайын. Пирогымыз пісіп шыққаннан кейін начинкасына меренга болғандықтан беті біршама көтеріліп тұрғандай болады. Бірақ толықтай суығаннан кейін өздігінен басылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.